Жаратылыстың басталуы 5-ші тарау. Мынау адам атаның ұрпақтарының тарихы. Құдай адамды жаратқанда, оны өзіне рухани жағынан ұқсас етіп жаратқан болатын. Құдай адамдарды бірін еркек, бірін әйел қылып жаратып, сол күні батасын беріп, оларға адам деген ат қойды. Адам ата 130 жасқа келгенде, өзіне ұқсас бір ұлды болып, оған Сет деп ат қойды. Сет туғаннан кейін, адам ата 800 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарға әке болды. Адам ата барлығы 930 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Сет 105 жасқа келгенде ұлы Енос туды. Бұдан кейін Сет 807 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарға әке болды. Сет барлығы 912 жыл өмір сүріп, дүниеден қайтты. Енос 90 жасқа келгенде Қайнанды дүниеге келтірді. Қайнан дүниеге келгеннен кейін Енос 815 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қызды болды. Енос барлығы 905 жыл өмір сүріп, дүниеден қайтты. Қайнан 70 жасқа келгенде Мақалалел туды. Бұдан соң Қайнан 840 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарды дүниеге келтірді. Қайнан барлығы 910 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Мақалалел 65 жасқа келгенде Ярет туды. Ярет туғаннан кейін Мақалалел 830 жыл өмір сүріп, басқа ұл қыздарға әке болды. Мақалалел барлығы 895 жыл өмір сүрген соң қайтыс болды. Ярет 162 жасқа келгенде Еноқты дүниеге келтірді. Бұдан соң Ярет 800 жыл жасап, басқа да ұл қызды болды. Ярет барлығы 962 жыл өмір сүріп, дүниеден қайтты. Енох 65-ке келгенде Мәтусал туды. Мәтусал дүниеге келген соң, Енох 300 жыл бойы Құдаймен тығыз байланыста жүріп, басқа да ұл қыздарға әке болды. Ол барлығы 365 жыл өмір сүрді. Енох Құдаймен тығыз байланыста жүрді. Кейін ол жер бетінен ғайып болды, себебі Құдай оны өзіне алып кеткен еді. Мәтусал 187 жасқа келгенде Ләмех туды. Ләмех туған соң Мәтусал 782 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қызды болды. Мәтусал барлығы 969 жыл өмір сүріп, дүниеден өтті. Ләмех 182 жасқа келгенде ұлы болды. Оған Нух деп ат қойып, ол жаратқан иеннің қарғысына іліккен жерде бейнетпен жұмыс істеп жүрген бізге жұбатушы болады, деді. Нух туғаннан кейін Ләмех 595 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарды дүниеге келтірді. Ләмех барлығы 777 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Нух 500 жасқа келген соң Шам, Хам және Япшы деген ұлдарды дүниеге келтірді.